Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қадірлі әріптестер. Бүгін брифингте мен Аманат партия Арыс қалалық филиалының 2024 жылы атқарған жұмыстары бойынша ақпараттандыру жөн санап отырмын. Арыс қаласында 4845 партия мүшесі біріктіретін 15 бастауыш партия жұмыс істейді. Өткен жыл партиялық жарна 100%-ға орындалды. Жыл соңына дейін партия қатарына 120 адам қабылдау жоспарланған болса, 217 адам қабылданып, жоспар артығымен орындалды. Партиялық бақылау комиссиясының 4 отырыс өткізіліп, 4 мәселе қаралды. Онда 10 ұсыныс беріліп, 6 орындалды, 4 орындалу үстінде. Партиялық бақылау бекеттері орнатылған 2 нысанға мониторинг жүргізілуде. 2 нысанда 2025 жылға пайдалануға беріледі. Түсінікті болу үшін бұл нысандар Тараз мөлтек ауданындағы 600 орындық жайлы мектеп, сондай-ақ Отырар мөлтек ауданындағы 600 орындық мектеп. Бұлар биыл пайдалануға беріледі. Аманат партиясының халықпен бірге атты Арыс қаласы бойынша 2020-27 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасының жол картасында 5 жылға 260 іс-шара жоспарланған. Биылғы жылға 48 іс-шара жоспарланып, бұлар тармақтарының барлығы түгел мерзімінде сапалы орындалды. Жол картасы аясында өткен жыл Жүріп атындағы жалпы орта мектеп жанынан 300 орындық қосымша ғимарат пайдалануға берілді. Фракцияның 5 отырыс өткізіліп, жол картасының орындалуы бойынша жауапты 5 лауазымды тұлғаның есептері тыңдалып, шешімдер қабылданды. Сондай-ақ фракция отырысында сайлауалды бағдарламаның орындалуы бойынша қала әкімінің есебі тыңдалды. 2024 жыл қоғамдық қабылдау бөлмесіне 600 арыз өтініш келіп түссе, оның 402, яғни 63,8% оң шешімін тауып, 228-іне 36,2%-на заң аясында кеңестер берілді. Сондай-ақ былтыр Аманат партиясының сайланған 10 қалалық мәслихат депутаты жалпы 38 депутаттық сауал жолдаған. Оның 22-сі орындалып, қалған 16 сауал орындалу үстінде. Жер аманаты бойынша 2024 жылдың соңына дейін 3 гектар жерді мемлекет меншігінен қайтару жоспарланса, 3 гектар жер 100% жер қайтарылып, ортақ жайылымға пайдалануға берілді. Ауыл аманат жобасы аясында 770 миллион теңгені құрайтын 131 жоба қаржыландырылды. Қосымша жеңілдетілген несие алуға ниет білдіргендер саны 134, олардың ішінде 84 жеке тұлғаның құжаттары дайын. Осы жер аманаты және ауыл аманаты жобалары бойынша фракция мүшелері алдында тиісті әкім орынбасарлары мен жауапты мекеме басшыларының есептері тыңдалды. Қарыз қоғам жобасы аясында өткен жылы бізге 700 адамды оқытуын өткізу керек болатын болса, сол 700 адам оқытылып, тиісті сертификаттары алып табысталды. Сонымен қатар өткен жыл бақытты отбасы жобасы аясында балаларды мектепке даярлайық акциясы өткізіліп, 70-ге жуық балаға мектеп құралдары мен спорт киімдері алынып берілді. Ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында 1 қазан халықаралық қарттар күні мерекесіне орай бастауыш партия ұйымдарында іс-шаралар өткізіліп, қарттарға құрмет көрсетілді. Сондай-ақ жыл бойына барлық бастауыш партия ұйымдары мен жастар рухының ерікті жастары жалғызбасты қарттардың аулаларын тазалау жұмыстарын тұрақты жүргізді. Мемлекет басшысының бастамасымен Таза Қазақстан Республикалық акциясы аясында өткен жылдан бастап Аманат партиясының таза белсенді экологиялық акциясы жүзеге асырылуда. Аталған акция аясында партияластардың ұйымдастыруымен қалада және ауылдық округтерде 10-ға жуық сенбіліктер мен тазалық акциялары өтті. Кедеріс келешек жобасы бойынша өткен жыл 23 нысанға зерделеу жұмыстары жүргізіліп, барлығы бейімдеуден өтті. Ұлттық мұра жобасы аясында түрлі бағыттағы іс-шаралар өткізілді. Аталған бағыттағы жұмыстар биыл да жалғасын таба бермек. Жалпы жыл басынан бері республикалық, облыстық және жергілікті ақпарат құралдарында 50-ге жуық материал, әлеуметтік желілерде 600-ге жуық посттар жарияланды. Мемлекет басшысының жолдауын насихаттауға бағытталған 50-ге жуық кездесулер мен іс-шаралар өткізіліп, бұқаралық ақпарат құралдарында 10 әлеуметтік желілерде 150-ге жуық пост жарияланды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ел тұрмысын жақсартудағы тапсырмаларын орындау арқылы біз алдағы уақытта қаламыздың жоспарлары мен мақсаттарын, міндеттеріне орай аймақ дамуындағы өзекті мәселелерді бірлесе шешіп, өркендеуімен әрі қарай үлес қосамыз деп сенім білдіреміз. Баяндама аяқталды. Назарларыңыз рахмет. Сұрақтар болса, сауалдарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет, баяндама жақсы. Бір сұрақ. Былтырғы жылы қарсы болған оқыту биылда жоспарда бар? Жоспарда бар. Бұл жоба алғаш кезде Аманат партиясының бастамасымен басталған жоба, кейін осы президенттің тарапынан қолдау тауып ұлттық жоба болып жүзеге асты. Біз партиялық жоба аясында біз алғашқы жылы 2023 жылы 550 адамды оқытқанбыз.
Өткен жыл жоғарыда атап өткендей 700 адамды оқыттық. Биыл да бұл жоба жалғасын табатын болады. Енді қазіргі кезде өздеріңіз біліп жатсыздар, бұл қарыз қоғам жобасы орта арнаулы оқу орындарына да осы жоба жүзеге асатын болады. Біздің мына жоғарыда атап өткендей толықтырып өтейін. Мысалы, мына біз ең басты басшылыққа алатын сайлауалды бағдарламасы. Сайлауалды бағдарламасының сапалы орындалу мақсатында біздерде мысалға биылға 48 тармақ орындалды деп отырмын ғой. Сол 48 тармақтарға әр депутаттар, бізде Аманат партиясы сайланған 10 депутат болса, сол депутаттар әр тармақтарға бөлініп жауапты белгіленген, сол бақылауда отырады. Одан кейін партиялық бақылау бекеттері орнатылған деді нысандарда. Ол партиялық бақылау бекеттерінде біздің сөйлеуде бастауыш партияның төрағалары, сол төңіректен сайланған депутаттар жауапты. Сондай-ақ егер де ол партиялық бақылау бекеттеріндегі нысандардың деңгейіне қарай, шешілу деңгейіне қарап, егер сол өзекті мәселелер туындайтын болса, біз өздеріңіз хабардарсыздар, облыс мәслихат депутаттарын сол нысандарға алып барып көрсетеміз өзекті мәселелер шешу үшін. Егер ол қаржы республикадан бөлінетін болса, басқа да түйткілді мәселе республикалық деңгейде шешілетін болса, орталық атқарушы органдар тарапынан. Сондықтан біз парламент мәжілісінің депутаттары кезде де сол өзекті шешім қажет ететін нысандарға парламент мәжілісі депутаттарын да алып барып сол жерде мәселені талқылаймыз. Сол нысанның сапалы аяқталуына, мерзімді аяқталуына ол кісілер де өз тараптарынан ықпал етеді.